Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге қамыры осындай қатты бір келкі майда болып шығатын лағманның қамырының құпияларымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Қамырының құрамы өте қарапайым, ұн, тұз және су қажет. Өзіңізге қажет ұнды осылай алақанмен есептеп алсаңыз болады. Бір алақан ұннан бір тәрелке лағманның қамыры шығады. Мен 5 адамға арнап жасап жатқандықтан мен осынша ұн мен суды қолдандым. Ұнымыздың ортасын осылайнан ашып, жылы суымызға тұзымызды салып, араластырып, осылай аз-аздан қосып отырып, қатты қамыр елейміз. Яғни осылайнан бір рет су құйып аласыз да, қаттылап қолыңызбен басып, ұндардың басын біріктіріп, қалған ұндарды да осылайнан аз-аздан қосып отырып илеп шығасыз. Қамырдың қатты болып шығуының құпиялығы сіз суды аз-аздан қосып отыруыңыз, және де әр қосқан қамырды жақсылап қаттылап басын біріктіресіз. Суды бірден көп құйып жіберсеңіз, қамырыңыз жабыспақ болып, жұмсақ болып шығады. Осылайнан әр иленген қамырыңызды шетіне қойып отырып, асықпай илеп алыңыз. Шеттеріндегі қалған ұндарды да осылайнан біріктіріп шықсаңыз болады. Енді қамырымыздың барлығын қолымызбен басып отырып, су қолданбаймыз. Осылайнан қатты басып отырып, басын біріктіреміз. Байқасаңыздар, әлі де менде үгітілген қамырлар жүр арасында. Қазір оның барлығы басы біргеді. Бұл жерде қосымша қолыңыздың күші де керек болады. Қамырыңыздың ортасын ашып тексерсеңіз болады. Осылайнан қалып қалған жерлеріне саусағыңызды суға салып, біріктіріп жіберсеңіз болады. Қамырымызда құрғақ ұндар қалып қалмау керек. Басы толықтай бірікпеген осындай қамыр шығады. Салафанға салып, міндетті түрде жақсылап орап, 30-40 минутқа қойып қоямыз тындырып. Уақыт өткен соң қамырымызды шығарып, тағы да осылайнан басып тындырамыз. Тынған қамырымыз басы бірігіп, осындай майда қамыр шығады. Осылай дөңгелек формаға келтіріп, қайтадан салафанымызға саламыз. 15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырыңыздың қаттылығын осылайнан саусағыңызды басып көру арқылы білуге болады. Сәл ғана ізі қалуы керек саусақтың. Қамырымызды басып, сопақша көлемге келтіреміз. Яғни сопақ болса, тезірек созып аласыз. Қамырымызды өсімдік маймен, яғни сұйық маймен майлаймыз. Астын көп майламаңыз. Қалыңдығы 2 см болу керек. Енді пышақпен бөліп шығамыз. Бұның да ені шамамен 2 см болғаны дұрыс. Жіңішке болса, тезірек созып бітіресіз. Алақанымыздың көмегімен осылайнан үстінен басып отырып, домалатып отырып, қамырымызды созып аламыз. Бөлмеңіз салқын және де желді болса, негізі қамырыңыздың бетін салафанмен жауып қойғаныңыз дұрыс. 2-3 қамырды үстілеріне қойып, майлап қойып қойсаңыз, тезірек тынады. Барлық қамырды бір қатар созып шыққан соң, екінші қайтара созамыз. Қамырды осылайнан оң қолыңызбен созып отырып, сол қолыңызбен тартып отырып созсаңызда бір келкі қамыр шығады. Және де тағы да майлап қоюды ұмытпаңыз. Көп майламаңыз, сәл ғана майласаңыз жеткілікті. Майы көп болса, майланып созылмай қояды. Мінекей осындай әдемі қамыр шығады. Созудың тағы бір тәсілі, осылайнан 2 саусағыңызды қолданып отырып, осылайнан 2 жаққа тартып отырып, созсаңыз да болады. Бұл бірақ сәл баяулау болады. Кішкене қолыңыз үйренген соң, осылайнан жылдам және де тез созатын боласыз. Бір келкі созатын боласыз. 2 қайтара созған соң, қамырыңыз гүрі лағманның қамыры болып шығады.
Ал егер одан жіңішке қамыр ұнатсаңыз, тағы бір қайтара созып шықсаңыз жіңішке болып шығады. Енді қамырымызды осылайнан саусағымызға іліп отырып, салымын дайындаймыз. Яғни қазір суға салып пісіреміз. Қамырды әр саусағыңызға іліп жасағаныңыз дұрыс, сонда бір-біріне қосымша жабыспайтын болады. Мен үнемі осылайнан екі қамырды созып аламын да бірден екеуін аламын, сонда уақытыңызды да үнемдейтін боласыз. Қамырыңыз дайын болып қалған кезде отқа суыңызды қоюды ұмытпаңыз. Қамырыңызды алып болған соң бірден осылай қайнап жатқан суға саламыз да 10 секундтай күтеміз, себебі қамырыңыздың арасында сулар кіру керек. Және де осылайнан жоғары қарай көтеріп отырып араластырамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Шамамен бір 30-40 секундтан кейін өзі қайнайды. Қайнаған соң 1-2 рет осылайнан араластырып, бірден судан аламыз. Қамырымызды қайнаған суда ұзақ ұстамаймыз, себебі езіліп кетуі мүмкін. Және де осы қайнататын суға тұз қосудың қажеті жоқ. Кейбіреу езіліп кетеді деп тұз қосып жатады. Ол қамырыңызға байланысты иленуіне. Судан сүзіп алып, құрғатып, осылайнан тарелкемізге салып, сәл ғана сұйық маймен осылайнан майлап қоямыз. Арнайы май жағатын кисточкамен жақсаңыз да болады, бірақ омен майлы болып кетуі мүмкін қамырыңыз. Егер үйіңізде үлкен кісілер болса, осылайнан жіңішке қылып созсаңыз да болады. Енді тағы бір тәсілін көрсетейін. Егер сізде арнайы ұзын темір болмаса, араластыратын шанышқының көмегімен араластырсаңыз да болады. Тек міндетті түрде 10 секундқа дейін санауды ұмытпаңыз. Піскен қамырымызды сүзіп алып, осы жолы енді мұздай суға салып аламыз. Суынан құрғатып, кептіріп алсаңыз да болады. Егер қаласаңыз, сәл май жағып қойсаңыз да болады. Бірақ ол міндетті емес. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын, ешқандай да қиындығы жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіз, сіздің қолыңыздан келеді. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Сіздермен болған Гүлжанат, сау болыңыздар.